Сәлем достар, сіздермен бірге Кастов арнасы. Джеки Чан. Бұл актерді танымайтын адам жоқ шығар. Ол атақты Қытай және америкалық артист, продюсер, әнші, кинорежиссер. Бүгінгі видеомды дәл осы қайталанбас тұлға Джеки Чан туралы өте қызықты деректер мен мәліметтер айтатын боламын. Егер сіз Джеки Чанның фильмдерін сүйіп көретін фанаты болсаңыз, тегін лайкты басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Джеки 1954 жылы 7 сәуірде туылған. Анасы Джеки Чанға 11 ай жүкті болыпты. Ақырында ол дәрігерге қаралып кесір тілігін жасау арқылы босанған және Джеки 5 келі 400 грамм болып туылған. Актердің шын есімі Чан Кон Сан. Бала өмірге келген соң ата-анасы оны британдық акушерге $26 сатпақ болыпты. Онда қазір Ұлыбританияда тұрып, тек ағылшынша сөйлеп дәрігер болуы мүмкін еді, дейді Джеки. Джеки 7 жасқа толғанда отбасы Австралияға көшіп келіп, баланы Гонконгтегі мектеп-интернатқа қалдырады. Джеки сол жерде акробатика, актерлық шеберлік, шығыс жекпе-жегі, музыка өнерін меңгеріп шыққан. Жаттығу таңғы 5-тен бастап түн жарымға дейін жалғасқан. Джеки Қытай тілінде нашар жазып, нашар оқиды. Ол көбінде ағылшын тілінде сөйлескен. Өзіне Джеки есімін Австралияда құрылыста жұмыс істеп жүрген кезде алған. Алғашқы киносына 8 жасында түскен, ал мектепті тәмамдағанша 7 фильмде ойнап үлгеріпті. Алайда жас әрі белгісіз актер ақшалай қиындыққа көп кезіккен. Акробат және каскадер болып жұмыс істеген ол, үлкен киноға Брюс Лидің спарринг серіктесі ретінде аяқ басқан. Ол 10 минуттық эпизодты 2900 рет түсірген. Бұл қозғалыс маған ұнамағанша, мен оны 1000 мәрте қайталап түсіре беремін, дейді актер. Ол 80 фильмге актер, 11 фильмге каскадер ретінде түсіп, 15 картинаға режиссерлік етіп, 11 фильмге продюсерлік жасаған. Біз бала кезімізде күніне 8 сағаттай жаттығатынбыз. 2 сағат растяжка, 2 сағат акробатика, 4 сағаттай ереуіл жаттығулары және синхронды жаттығулар болатын. Қазір менде түсірілім болмаса күніне 3 сағат қана жаттығамын, дейді Джеки Чан. Джеки Чан 3000-ға жуық жарақат алған. Олардың бір қатарын айта кетсек, бас сүйегінің сынуы, 3 рет мұрнының сынуы, есту қабілетінің ішінара жоғалуы, тістердің сынуы, мойын жарақаттары, бір иығының сынуы және екіншісінің шығуы, білектегі терең жарақат, саусақтың сынуы, қабырғаның сынуы, төс сүйегінің шығуы жатады. Сондықтан сақтандыру компанияларының ешқайсысы Джеки Чанды сақтандыру тәуекеліне бармайды. Джеки Чан танымал актер ғана емес, сонымен қатар әнші, оның 10 ән жинағы бар. Бос уақытында Джеки аң аулап, балық аулағанды, боулинг пен құмар ойнағанды ұнатады. Джеки Чанның сүйікті актері әрі пір тұтатын адамы Баскер Кейтон. Джеки спиртті ішімдіктерді ғана емес, кофе де ішпейді, және ол шылым шекпейді. Әйелі Лен Фэнсяо 1982 жылы отау құрған. Әйелі де тайвандық актриса, екеуі де отау құрғандарына көп болса да бір киноға бірге түспеген. Тек 1912 жылы Доспехи Бога фильмінің 3 бөлімінде түскен. Ұлы Джейси Чан 1982 жылы туылған. Ұлы да актер және музыкант. Джейси 6 айға жуық түрмеде отырған. Себебі үйінен есірткі мен 100 граммға жуық марихуана табылған. Қызы Этта Джоли некесіз туылған қызы болып саналады. Ең сорақысы жұбайда қыз. Джеки қызын өзінің қызы ретінде көрмейді. Сонымен қатар қызы да әкесін тек таныс ретінде қарайды. Сонымен қатар, Джеки Чан қайтыс болған соң байлығының жартысынан көбі қайырымдылыққа жұмсалады. Джеки Чан туралы көбірек жаңа ақпараттар білдіңіздер деп ойлаймын. Сіздерге Джеки Чанның қай фильмі көбірек ұнайды? Ойыңызды міндетті түрде комментария қалдырыңыз. Және бұдан да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.